Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгін үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісімен танысатын боламыз. Теорема. Егер бір үшбұрыштың үш қабырғасы екінші үшбұрыштың сәйкес үш қабырғасына тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады. Осы теорема үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі деп аталады. Бізге А, Б, С және А1, Б1, С1 үшбұрыштары берілген. Бұл үшбұрыштардың сәйкес қабырғалары тең. Яғни АБ А1 Б1-ге тең, АС А1 С1-ге тең және БС Б1 С1-ге тең. Біз АБС үшбұрышы мен А1 Б1 С1 үшбұрыштарының тең екендігін дәлелдейміз. Қарсы жорық, яғни АБС үшбұрышы А1 Б1 С1 үшбұрышына тең емес болсын. Ендеше А бұрышы А1 бұрышына тең емес. Б бұрышы Б1 бұрышына тең емес. С бұрышы С1 бұрышына тең емес болу керек. Егер олай болмаса, яғни тең болатын болса бұл бұрыштар, онда үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі бойынша АБС үшбұрышы мен А1 Б1 С1 үшбұрыштары тең болар еді. Біз АБС үшбұрышына тең болатын А1 Б1 С2 үшбұрышын алайық. Және С1 төбесі мен С2 төбесі А1 Б1 түзуіне қатысты бір жарты жазықтықта орналасатындай етіп алайық. С1 С2 нүктелерін қосайық кесіндімен. Және Д нүктесі осы кесіндінің қақ ортасы болсын. Онда А1 С1 С2 және Б1 С1 С2 үшбұрыштары бүйір қабырғалары А1 С2 А1 С1 болатын және Б1 С2 Б1 С1 болатын тең бүйірлі үшбұрыштар болады. Себебі А1 С1 теоремасы шарты бойынша АС-ға тең, ал мынау екі үшбұрыштың теңдігінен АС А1 С2-ге тең болады. Ендеше А1 С2 А1 С1-ге тең болады. Тура сол сияқты Б1 С1 теорема шарты бойынша БС-ға тең болады. Ал біз өзіміз АБС үшбұрышын А1 Б1 С2 үшбұрышына тең етіп алғандықтан, БС қабырғасы Б1 С2 қабырғасына тең болады. Яғни Б1 С1 тең болады БС-ға, ал БС тең Б1 С2-ге. Енді бұл үшбұрыштар тең бүйірлі болатын болса, онда олардың А1Д және Б1Д медианалары олардың биіктігі де болып табылады. Яғни С2 С1 А1Д мен перпендикуляр және сол сияқты С2 С1 Б1Д мен перпендикуляр болу керек. А1Д және Б1Д кесінділері бір-бірімен беттеспейді, өйткені А1Д Б1 нүктелері бір түзудің бойында жатқан жоқ. Ал С1 С2 кесіндісіне оның бойында жатқан бір нүкте арқылы тек бір ғана перпендикуляр тұрғызылады. Яғни біз қазір С1 С2-ге А1Д да перпендикуляр болады, Б1Д да перпендикуляр болады деп жазып жатырмыз. Ендеше біз қарама қайшылыққа келеміз. Яғни қарсы жору арқылы біз АБС үшбұрышы мен А1 Б1 С1 үшбұрышын тең емес деп алған болатынбыз. Осы тұжырымымызға қайшылыққа келіп отырмыз. Ендеше АБС үшбұрышы А1 Б1 С1 үшбұрышына тең болады екен. Теорема дәлелденді. Тапсырма орындайық. Табаны БС болатын АБС тең бүйірлі үшбұрышының АД медианасының бойынан Е нүктесі алынған. Бірінші АЕБ және АЕЦ, екінші БЕД және СЕД үшбұрыштарының теңдігін дәлелдеңіздер. Алдымен сызбаны салайық. Бізге АБС тең бүйірлі үшбұрышы берілген.
АС және АБ бүйір қабырғалары. Ендеше олар тең болады. АД медианасын жүргізейік. Осы АД медианасының бойынан Е нүктесін белгілеп алайық. Белгіледік. Енді Е нүктесін С және Б нүктелерімен қосайық. Сонда біз АЕС, АЕБ үшбұрыштарын аламыз. Бірінші, осы екі үшбұрыштың тең екендігін дәлелдеп алайық. Үшбұрыш АЕС және үшбұрыш АЕБ. Бұл үшбұрыштарда АС және АБ қабырғалары тең. Бұл есептің берілгені бойынша. Сонымен қатар АЕ қабырғасы екі үшбұрышқа ортақ қабырға. Яғни АЕ тең ЕА деп жазып қояйық. Ал енді АД АБС үшбұрышының медианасы болғандықтан және АБС үшбұрышы тең бүйірлі үшбұрыш болғандықтан бұл АД кесіндісі осы үшбұрыштың биссектрисасы да болып табылады. Ендеше САЕ бұрышы ЕАБ бұрышына тең болады екен. Олай болса, үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі бойынша АЕС үшбұрышы БЕС үшбұрышына тең болады. Егер екі үшбұрыш тең болса, онда олардың барлық сәйкес қабырғалары мен сәйкес бұрыштары тең болады. Сонда АЕС үшбұрышының СЕ қабырғасы АБЕ үшбұрышының ЕБ қабырғасына тең болады. СЕ тең ЕБ-ға. Енді келесі үшбұрыштарды қарастырайық. Екінші жағдай. БЕД үшбұрышы мен СЕД үшбұрыштарының тең екендігін дәлелдеуіміз керек. Бұл үшбұрыштарда ЕД қабырғасы ортақ екі үшбұрышқа да және АД медиана болғандықтан СД мен ДБ қабырғалары тең. Сонымен қатар, есептің бірінші бөлімінде дәлелдегеніміздей, СЕ қабырғасы ЕБ қабырғасына тең. Олай болса, үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі бойынша СЕД үшбұрышы БЕД үшбұрышына тең болады екен. Сонымен біз есеп шартындағы сұрақтарға жауап бердік. Сонымен оқушылар, біз бүгін үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісімен таныстық. Үйден өздеріңіз мынау есепті шығарып, бүгінгі өтілген сабақты пысықтаңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.